Міне құрметті көрермендер, бүгін Ерге Тайм YouTube арнасында бізде кезекті ағылшын премьер лигасының ойыны. Бүгін Стэнфорд Бриджде жергілікті Челси командасы Лестер Ситимен ойнайтын болады. Көріп отқандарыңыздай, Лондонда ауа райы тамаша, көктем келді десе де болады. Бүгінгі ойынға міне осы билеттерді біз абонемент арқылы алдық. Билеттің құны 80 фунттай, ол теңгемен шамамен 50 мың теңгедей. Бүгінгі осы ойынның қызықты фактілерінің бірі бұл Челси командасының қазіргі кездегі бас бапкері Энсо Мареска былтыр Лестерді чемпионшиптан премьер лигаға сүйреп алып келген болатын. Енді ол өзінің сол бұрынғы командасына қарсы ойнайтын болады. Яғни ол бана тактикасы, ойыншыларын өте жақсы біледі деген сөз. Сол жағынан өте бір қызық болайын деп тұр. Биыл Челси маусымды нашар бастағанына қарамастан қазіргі уақытта 5-ші орында келе жатыр. Және де бүгінгі ойынды ұтатын болса, олар Манчестер Ситиді озып 4-ші орынға шығайын деп тұр. Ал Лестер болса, өздерінің бапкерлерін ауыстырғаннан кейін Руд ван Нистелройды қойған, және де соңғы 12 ойынның 11-ін ұтылған түлкілер қазір 19-ші орында келе жатыр. Яғни бір маусым ойнап чемпионшипқа қайтатын түрлері бар. Do you know Chelsea has signed recently one Kazakh young player? Yeah. They've signed a lot of young guys over the years, but hopefully they'll continue to do so. Continue to build the team up. Cole Palmer was a good signing a couple years ago, and he's really made a difference for them. Бас бапкер Энсо Марескамен өте бақытты сияқты, және де соның ойынын бағанағы осы өзгерістерді қолдап отыр. Дастан Сатпаев туралы да естіпті. Кол Палмер сияқты жақсы бір жұлдыз болады деген үмітте екен. I've always liked Leicester. I went uni up there, so I know the team quite well. But I'm thinking the boys should be good today. So you've got some personal connection. Yeah, with Leicester. Yeah. They're a good team, nice fan base. I actually had a chat with a few of them on the way here. Do you know Chelsea has recently signed one shining star from Kazakhstan? Yes, and I can't remember his name. Yeah. Don't ask me, but I have seen the news. His name is Dastan Satpayev. That's a great name. Do you know him? Yeah, we know him. Are you from Kazakhstan? Yeah, we are from Kazakhstan. Oh, awesome. Yeah. Are you excited? Yeah, very excited. Oh, that makes me excited then. Well, because Kushnerov, is he from Kazakhstan? No, Kusanov is from Uzbekistan. Okay. But it's also like our Young neighbor talents, country. yeah, I guess. Yeah, young talents coming through. That's exciting. It's good. Okay. Әрине 19-ші орында келе жатқан Лестер мен 5-ші орында келе жатқан Челсидің ойынға деген мүмкіндіктері әртүрлі болады. Жаңағыдай Челси ұтатын сияқты бүгін. Міне жанкүйерлер West Lower стандқа бара жатыр. Қазір біз де өзіміздің орнымызды табамыз. Міне тексерістен өттік. Абонемент арқылы қазір өзіміздің орнымызға барып жайғасамыз. Міне жанкүйерлер өздерінің сыраларын ішіп ойынға дайындалып жатыр. Мына жерде тамақ, сусындар алсам болады. Және де мына жерде осы ойынның алдындағы қызықты сәттерді бағанағы тамашалап көрсе де болады. Міне достар, мен артында Стэнфорд Бридж. Біздің орындарымыз қандай тамаша бүгін. Бүгін осындай көрініспен ойынды тамашалайтын боламыз. Челси командасының міне аңыз ойыншыларын шығарып жатыр. Келесі аптада Челси командасына, Челси клубына 120 жыл толады екен. Соның қарсаңында қанша аңыз ойыншылармен ойын алды интервью жасап жатыр. Ол мен ойынша таза финал болды. Бірінші таймға мазмұндама жасай келетін болсақ, бірінші таймда есте қалатын сәттердің бірі ол Кол Палмердің пенальти соға алмауы. Лестер командасы болса, осы ойынның аутсайдері ғой Лестер, олар 19-ші орында келе жатыр. Және де ойында да ешқандай бір өткірлік көрсетпеді, ойындары өте бір өз алаңынан қорғаныстан болды. Және де осы Стэнфорд Бридждан бір ұпай алып кетсек, соған да шүкір деген сияқты. Енді ары қарай екінші таймды көреміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ерге Тайм YouTube арнасында Англиядан футбол блогтары. What do you think about the first half? Very disappointing. No creativity, just nothing really. Why do you think Cole Palmer missed the penalty? He's got no confidence at all at the moment. Too many games without a goal, he's just, yeah. Do you know Chelsea has recently signed a young talent from Kazakhstan? I'd heard that, yes, but I haven't seen him play or anything like that, though. Okay. His name is Dastan Satpayev. He's the top striker in Kazakhstan. Well, we need a good striker, so if
you can bring us someone from your homeland who's going to bang in some goals, I'm all for it, my friend. All right, so you look forward to that. I do look forward to that immensely, yes, mate. Big time. Қазір Кукурелла гол сала жаздады. Өте өткір момент. Енді жанкүйерлер орындарынан атып тұрып тойламақшы болып еді. Өкінішке орай есеп әзірше 0-0. Лестер командасы жайлы айтатын болсақ, Ван Нистелрой шәкірттері шынымен де осы ойында өздерін аутсайдер тұрғысынан қарастырғандай, бірінші таймда ешқандай да бір өткір сәттері, моменттері болмады. Енді екінші таймда қандай өзгеріс жасайтынын көреміз. Ағылшын премьер лигасының бүгінгі ойын аяқталды. Міне жергілікті Челси командасы 1-0 есебімен жеңіске жетті. Ойынның екінші жартысында Кукурея деген қорғаушы сол аяғымен жойқын соққы жасап, ақсүйектілерді жеңіске жетеледі. Және осы ойынның нәтижесі бойынша Челси командасы қазіргі уақытта лиганың 4-ші орнына келіп, келесі жылғы чемпиондар лигасының топтық кезеңіне өту мүмкіндігін арттыра түсті. Міне қазіргі уақытта Челсиде 49 ұпай, Манчестер Сити өзінің ойынын кеше ұтылып қалған болатын Ноттингем Форесттан, сол себептен оларда 47 ұпай. Қонақ жанкүйерлерге айтатын болсақ, не олар жолдар болмай жүр. Чемпионшиптан премьер лигаға ауысқаннан кейін бір көз тигендей, бүгінгі ойынды егер қосатын болсақ, 13 ойынның 12-сін ұтылып қалған. Және өздерінің сол 19-шы орында қалып қойды. Егер осындай ойынды жалғастыратын болса, бұлар осы маусымнан кейін чемпионшипқа қайтып оралатын түрлері бар. Осы Ергетайым каналындағы наурыз влогтарға толы болады. Стэнфорд Бридждағы Челсидің ойыны. Келесі апта біз Адамс Парктен Уикхэм Рексхэм ойынын қарайтын боламыз. Және одан кейін Кардифтен Қазақстан Уэльс ойынын тамашалайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз сізді Англиядан, Ұлыбританиядан футбол влогтарымен қуандыра беретін боламыз.